Ана деп көркем, жыр төккен, армысың ару, нұр көктем. Осындай атаумен Ұлытау облыстық Амбебап кітапханасында 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне арналған мерекелік шара өтті. Руханият ордасында өткен мерекелік шара өзгеше форматта өрбіді. Себебі мұндағы кештің басты қонақтары 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының ұлытаулық қаһарман қыздары. Мұнда оқылған өлең де, шырқалған ән де осы оқиғаны көзбен көріп, қайсарлықтың ерен үлгісін көрсете білген нәзік жандылар қауымына арналды. Бүгінгі Ұлытау облыстық кітапханашылардың ұжымымен ұйымдастырылып жатқан іс-шара өте жоғары деңгейде өтті. Көңіліміз көтерілді, құшағымыз гүлге толды. Бүгінгі келе жатқан 8 наурыз мейрамымен бүкіл ару қыздарды, келіншектерді, аяулы аналарды, әжелерді құттықтаймын. Әрқашан көңілдері көтеріңкі, жүздерінен күлкі кетпей, күліп ойнап, отбасылары аман болып, осындай мерекеден мерекеге көктемнің шуағындай жақсы көңіл күймен жете берулеріне тілектеспін. Өте керемет шара өтті. Енді барша нәзік жандарды осы көктемгі мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларына бірлік, береке, ынтымақ тілеймін. Барша әйел қауымына әйел бақытын тілегім келеді. Мерекелік шара соңында кеш меймандарына құшақ-құшақ гүл шоқтары мен естелік сыйлықтар табыс етілді. Айта кетейік, биыл желтоқсан оқиғасына 40 жыл. Бүгінде біздің өңірде бодандықтан бостандықты көксеген тарихи оқиғаның 35 қатысушысы бар. Мұқағали Сейітқазы, Думан Оразов, Ұлытау телеарнасы.